Ассалаумағалейкум бүкіл Қазақстандағы қазақтар, қандастарым және әлемдегі қазақтар, амансыздар ма? Осы аудионы сөйлеп отырған себебім осы жақында қазір болып жатқан Құрдайдағы қазақ атамызды қорлаған дүнгандар туралы мәселе туралы мен тарих айтып берейін сіздерге. Дүнган деген қандай ұлт және Қазақстанға, Орта Азияға келген тарих туралы азмынтай мағлұмат жасап берейін сіздерге. Енді дүнган деген ұлт, ол жаңағы Қытай тілінен шыққан. Ол негізі оригиналы Қытайдың жаңағы шығыс Түркістан мен граница болып жатқан шекараласқан Гансу деген өлке бар. Ал сол Гансу деген өлкенің қасында ары қарай жаңағы шығыс жағында Шанси деген бір өлке бар. Сол өлкеде Туңган деген бір қала бар. Яғни қалашық. Сол жерден шыққан адамдар кезінде. Өзінде атауы да солай болған. Басқа жерге келген кезде, шығыс Түркістанға келген кезде солай айтқан, біз Туңганнан келдік деп. Сосын оның тілін, жаңағы олардың тілі қытайша болады да, қытайшаның жаңағы шығыс солтүстік акцентін диалектте сөйлейді. Сондай ұлт болғанда, яғни Қытай деп ойласаңыз болды. Просто олардың разницасы дінге кірген қытайдар. Сосын олар жаңағы Орта Азияға келген тарих туралы айтып берейін сіздерге. Бізде Қазақстанда Биянху деген көше бар, Масанши деген көше бар. Осылар қалай келді? Осылар шын мәнінде жаңағы дүнгандардың атымен аталған. Әсіресе ана Биянху деген көшенің атауы ол кезіндегі дүнгандардың сол қолбасшысы болған. Оны қытайшада Баянху деп айтады. Оны жаңағы диалект бойынша Биянху деп аталған. Ал осы адам жаңағы Қытайдың ең соңғы патшалық өкіметі Манчжурия болады ғой. Ең соңғы последний жұржандар басқарған кезі Манчжурия. Сол кезде Шың өкімет кезінде, сол кезде жаңағы ең соңғы дәуірге, яғни 19 ғасырда, 19 ғасырдың ортасында 1863 жылдары сол дәуірлерде болған жаңағындай Қытайда сол жаңағы Шанши деген өлкесінде дүнған төңкеріс болған. Соны жаңағы Тұңжы деп айтады. Тұңжы дәуіріндегі дүнгандардың көтерілісі деп айтады тарихта оны. Ол дүнгандар сол кезде, ойлаңыздар, оның жауыздық қандай жауыздық екен. Біз мұсылмандар айтамыз ғой, мейірімді болыңдар дейміз ғой. Ал бұл иттің балалары ондай мейірімділік тұрып, тіпті Қытай құрлығы жоқ. Қытайдың өзі анандай істемейді, мына дүнгандар істеген. Бір өлкедегі, Шаншидағы бір өлкенің ішіндегі 90% Қытайды қырып тастаған. Ойлаңыздар ағайындар, бір түннің ішінде бір қаланы қырып отырған. Сонда ойлаңыздар, 10 күннің ішінде сол ана тарих кітапта түгелдей анықтап жазылғанда, көне тарихта, ескі кітаптарда. Сол кезде бір өлкеде 90% Қытай жоқ. Сосын жаңағы тірі жеткен, хабар жеткізген сол жаңағы Пекин өкіметіне. Сосын жаңағы Чин өкіметі, яғни Манчжурия әскер шығарып, жаңағы дүнгандарды басқан, қырған. Ал сол кезде мына Баянху деген адам сол қолбасшы болған. Ал осы адам жаңағы өзінің жауыздығын ойлаңыз. Өзіне әскерлер, дүнгендерді бағындыру үшін, өзіне жаңағыдай өзіне күш жинау үшін жаңағы дүнгандарды өзінің баласын, өзінің әке-шешесін, өзінің әйелін, қатын бала шағасын өз қолымен бауыздап өлтіріп тастаған. Сосын барып қалған дүнгандарға айтқан, міне мен ешқандай неден қорықпаймын, сендер де мен сияқты етіңдер, мен сияқты істеңдер деген. Сосын барып жаңағы дүнгандар оған бағынған. Сосын жаңағы оның жаңағы қол астында болып, жаңағы Манчжу өкіметімен жаңағы қырылысқан. Бірақ күштері әлсіз болды, оған шамасы жеткен жоқ, күл-талқан шыққан. Яғни жаңағы Манчжу өкіметі жіберген Қытай әскері мен моңғол әскерлері күл-талқан шығарған жаңағы дүнгандарды. Ал осы дүнгандар кейін бір бөлімі бағынады да Қытай жаңағы Манчжу өкіметіне. Ал Баянху деген адамды оны жаңағы жоғарыдан бұйрық шығарған Пекин өкіметінен, мынаны ұстаңдар деп. Сосын оған ешқандай талғам жоқ, сосын шығыс Түркістанға қарай қашқан. Сол кезде сол шығыс Түркістанда тұрған жаңағы қазақтар, ұйғырдар және қырғыздар, сол жерде тұратын түрки халықтар, оларды қабылдаған. Неге? Мұсылман деп көрінген олар. Ал содан кейін сол жерде сөйтіп тазаланып жүрген кезде сол жерде қазақтарға тисе бастаған, жаңағы ұйғырдарға тисе бастырған жаңағы түрки халықтарға. Сосын олар жаңағы артынан Манчжу өкіметті қуып жетеді. Олар жаңағы Ерен қабырған ар жағына өтеді, яғни біздің мына Алатаудан өтіп отырып, жаңағы бір бөлімі Қырғызстанға бөлініп кетеді. Жаңағы жерде дүнгандардың арасында
біраз ауызбіршілік болмай қалады да екі топқа бөлініп кетеді. Біреуі Қырғызстанға өтеді, біреуі жаңағы Қазақстанға келеді. Жаңағы шу бойына. Оны жаңағы импен деп атайды. Яғни былайша айтқанда қорған деген сөз қазақшаға аударғанда. Сосын жаңағы Шанши қыстақ деп айтады, Қырғызстанда тұратын. Ол жаңағы сол кезінде Шаншиден шыққан ғой, сол үшін сол Шанши қыстақ деп айтады. Ол тарихы осылай келген Орта Азияға. Ал осылар бүгін Қазақстанда не істеп жүр? Осыған біз көз салайық. Көп санды сөздеріңіз білесіздер. Қордайда жаңағы Қазақстан мен Қырғызстан шекарасындағы Қордайда жаңағыдай тірлік жасайды, таксишілік қылады. Сосын жаңағы барахолкада өздеріңіз білесіздер. Жаңағы Қытайдан келген тауардардың көп санды жаңағы нелерін осы дүнгандар сатады. Ал қазақтар соларға ешқандай бір жамандық қылған жоқ, ешқандай бір жаңағыдай зорлық көрсеткен жоқ, қорлық көрсеткен жоқ. Ал сөйтіп тұрып жаңа қазақты жамандайды. Жүрген жерін қазақты жаман көрсетіп жүреді. Осындай мұнафиқ халықтар. Бұлар өйткені мен бала кезімнен мына дүнгандар ішінде 4 жасымнан бастап осы дүнганның ішінде өскем. Олардың менталитетін мен 100% білем. Өте оңбаған, өте опасыз сондай халық болады. Мейлі ол любой қай жердің дүнганы болсын, осындай менталитасы солай осындай. Ал сосын жаңағы дүнгандар осы Қазақстанда жүріп тағы тыныш жүрмейді де Қытайдың коммунист партиясымен жаңағы тіл жабысады. Сол жерге сол жаңағы Қытайдың тапсырмасы бойынша осы Орта Азиядан жаңағы Қырғызстаннан және Қазақстаннан барады да сол жаңағы Шанши өлкесінде, Ганси өлкесінде, сосын жаңағы Пекинде, басқа жерде түгелдей жаңағы тегін Қытай сабақ алады. Жаңағы коммунист партиясының тапсырмасы бойынша осы Орта Азия қимыл жасайды. Екіншісі, және сол Қытайдарға, сол Қытай республикасына ол жаңағы мынау біздің жер деп айтады. Естідіңіз бе? Мынау біздің мини Китая деп айтады. Өзіңіз ойлаңыз. Маленький Китая деп сөйтіп айтады орысшамен. Немесе жаңағы біздің кішкентай Қытай дейді қазақшаға айтқанда. Осындай бұлар. Соншама жүрген сол. Ал олар жаңағы өте жауыз, менталитасы сондай. Ал жаңағы Шығыс Түркістандағы тарихты мен қыстыра кетейін. Бұл дүнгандар жаңа айттық қой, кезіндегі жаңағы Биян Қоқашқасан жаңа қалғандар қалды. Қалған дүнгандар Қытайдың патшалық өкіметіне бағынышты болды. Бағынышты болғанда оларға жаңа қару-жарақтарын сыпырып алған жоқ, өз қалпында қалды. Кейін жаңа Қытайдың последний империясы Манчжун өкіметі құлаған соң, содан кейін бұлар өз бетінше жаңағы өздерінше жаңағында автономный район жаңағыдай не құрамыз деп 40 пышаққа түсті. Сонымен қимыл әрекетке барды. Соның жаңағы ұрпақтары кезіндегі Мавуфан деген адам, Мажунин деген Шығыс Түркістан және Шыңқай өлкесінде көптеген халықтың қанғарызына қалған. Өте көп халықты қырып кеткен. Ол тек ол жерде қазақ қана емес, ұйғырың бар, жаңағы басқа ұлттар бар, тіпті Қытайдар бар, моңғолдар бар, тибеттер бар. Соның бәрін қорлаған, зорлаған осындай халық болатын. Содан кейін жаңағы қазақтар сол жерде өздеріңіз білесіздер, қазақтың ана әйгілі Алтайдан шыққан Зуха батыр бар, мысалы. Одан кейін жаңағы Оспан батыр бар. Солар кезінде мына дүнгандармен талай жыл соғысқан. Сол кезде бұлар жаңа Алтайдан қырып отырып, жаңа қазақтарды жаңағы күн көрсетпей, жаңағы мына Үрімшінің қасында Санжы деген жер бар. Сол жерге келген. Сол жерге келгенде Сұлтан деген бір ақсақал бар. Сол кезде 1938 жыл болатын уақиға. Ол кезде Союз кезі болатын. Союзден қару-жарақты жинайды да, сайдың екі жағына тығылады да, жаңа қазақтар таудың екі жағына. Дүнгандар өткен кезде сол дүнгандарды 250 солдатын қырып тастайды. Сол себепті сол жерді әліңге шейін қазақтар Ақсүйексай деп айтады. Неге? Дүнгандарды қырған жер. Содан кейін жаңағы дүнгандар төртеу қашып шығады. Содан кейін өзіңіз ойлаңыз, арада 60 жыл өтеді. 1993 жылы жаңағы 4 дүнған тірі шыққан дүнганның біреуі қайтыс болады да жаңағы ұрпақтарына айтып кетеді өсиетін. Сендердің ата жаударың қазақтар деп. Сосын жаңағы дүнгандар Нingxaдан жаңағы басқа өлкелерден, дүнганның көп тұратын өлкелерден 12 вагондық пойызға отырып келген жаңағы Грансиядан жаңағы Шығыс Түркістанға кірмекші болғанда Қытайдың жаңағы сол кездегі солдаттары, армиясы жаңағы Грансияны жауып дүнгандар кері қайтарған. Егер Грансиядан сол жол өтіп кететін болса, қанды қырғын болушы еді, қазақтар қырып тастайтын. Осындай жауыз халық. Және 1995 жылда Алтайдың Шіңгіл деген жерінде жаңағындай дүнgan мен қазақ арасында қырғын болған. Осындай уақиғалар өте көп. Жаңағы Үрімшінің қасында Дабаншин деген жер бар. Ол жерде де қазақтармен қырылысқан. Ал жаңағы Қаба деген ауданда да қырылысқан.
өте көп жерде де дүнгандар жаңа қазаққа тек жамандық, тек жаңағыдай қастандық жасап отырған. Бұл өз сонда екі беткей халық. Әсте сене көрмеңіздер. Бүгін бұларды аясаңыздар, ертең күні, яғни өздеріңізге қорғазғанмен тең болады. Мына сөзді ұмытпаңыздар, қазақтар. Бүкіл Қазақстан қазақтар және бүкіл әлемде қазақтар тыңдап алыңыздар. Кезіндегі мына Түркияға кеткен, жаңа Хималаян асып кеткен қазақтар неге кетті? Сол артынан дүнgan қырған ағайындар. Дүнгандар қырған. Әрине Қытайда да бар ғой. Негізгі главный мына дүнгандар қырған. Солар жаңа қазақтар қырылып, 90% жолда қырылып, ең артында әрең-пәрең Еуропаға жаңағы Түркияға жетті ғой. Сонда осы дүнгандар мұсылмандылық емес, бұлардікі нағыз мұнафиктер, нағыз кәпірдер бұлар. Кәпірден де жаман бұлар. Әсте сіздер сене көрмеңіздер, ағайындар. Мына сөз тағы бір рет қайталайын. Егер жаңағы өзге ұлттар осы дүнgan сияқтыларға жасаған сіздердің жақсылықтарыңыз немесе мейірімділіктеріңіз қазақ халқына жасаған жауыздықпен тең. Оларға жасаған жаңағы жақсылық қазақ халқына жасаған жауыздықпен тең. Сол үшін аямаңыздар, ағайындар. Мейлі қандай жол болсын, бұл дүнгандарды Қазақстаннан шығарыпсаңыздар. Қырғызстанда алдында біраз не болған ғой? Дүнgan мен жаңағы қырғыз ағайын арасында не болған? Ол кезде адамдар оны елемеген, жаңағы қырғыздар біраз қаны қызу шығар деп, бірақ оны тарихты білмегенде, сол себеп. Бүгін осы орайдан пайдаланып сіздерге шын тарихты айтып берейін. Настоящий лицосын, жаңағы масканың ар жағында не көрініп тұрған мен сіздерге айтып берейін дүнgan туралы. Рахмет, ағайындар.